Ассаламу алейкум достар, бүгін мен сіздерге небәрі 15 минут уақыттың ішінде дайындалатын өте дәмді, көтеріліп пісетін оладьидің жасалу әдісін көрсететін боламын. Ол үшін бізге 150 грамм сүзбе қажет болады. Сүзбемізге бір жұмыртқа қосамыз, 10 грамм қамыр қопсытқыш саламыз және 50 грамм қант саламыз. Қоспаларымызды жақсылап араластырып, 150 грамм ұн салатын боламыз. Бізде қою масса шығуы тиіс. Бір келке етіп жақсылап араластырып аламыз. Массамызды қолымызға жабыспас үшін кішкене майлап аламыз. Енді дөңгелек пішіндерге келтіріп, ыдысқа алдын ала дайындап аламыз. Енді оладьиларымызды пісіріп алатын боламыз. Қызып тұрған табада 8-10 минут аралығында екі жағы қызарғанша баяу отта пісіріп алатын боламыз. Енді оладьиларымыз дайын болып қалды. Қалағандарыңызша безендірсеңіздер болады. Мен балмен және клубникамен безендірдім. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.